Уақыт озған сайын білім мен ғылым дамуда, қоғамда жаңаруда. Міне сол уақыт көшінен қалмай, жаңа инновациялық технологияларды меңгеру бүгінгі ұстаздарға қойылатын талап болса, онда осындай талаптан шығып жүрген білікті ұстаздарымыздың бірі Мөлдір Үсенқызы. Педагог шеберлік орталығының оқытудағы Кембридж тәсілдері негіздері бойынша шығармашылық ұстаз 3 айлық курсты тамамдады. Осы 3 айлық курсты бітіріп, Кембридждік әдістердің теорияларын меңгеріп, жаңа бағдарламаға сәйкес 7 модульді оқытудың жаңаша әдістерін практика жүзінде қолданып жүр. Өз тәжірибесін мектеп, аудан, қала, республика көлемінде таратып жүрген жаңашыл ұстаздың әдістемелік семинарларда өткізген мәтін мен жұмыстың жүргізудің тиімді жолдары, тіл тазалығы, оқу сауаттылығын арттырудың 7 жолы атты ашық сабақтары жоғары деңгейде өтті. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегияларын өз сабақтарында ұтымды пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтап, дарынды шәкірттер тәрбиелеуде. Бірлестік ұстаздарымен де жақсы әріптестік қарым-қатынас жасай отырып, жаңалықтарымен, жаңа идеялармен бөлісіп отырады. Мұғалімдердің біліктілігін көтеретін өрлеу орталығынан тренерлік курсты аяқтап, мектептегі жас мұғалімдерге де жетекшілік етіп, жаңа білім беру мазмұнына сәйкес коучингтар, семинарлар, тренингтар өткізіп тұрады. Жалпы ұстаз ретінде, әріптес ретінде Мөлдір Үсенқызын өзінің ісін жетік білетін маман, шәкірт жүрегіне жол тапқан ұстаз деп бағалаймын.